Кемелдену деңгейлері. Кемел адам деген ұғым бар, бірақ ол көбінесе өте ауқымды әрі ұзақ ғұмыр кезеңімен қасиеттердің қордалы шоғырын қамтиды. Сондықтан ұғымның мәні жазылып, әлгі жас құралпының шегін айқындау қиындап кетеді. Оның үстіне адамдардың мінез құлқынан кемелдіктің әртүрлі, кейде тіпті жас шамасына сәйкеспейтін деңгейінде көруге болады. Кейде біз өтіп жатқан оқиғаға қатысты адамнан өзінің жас шамасына сәйкестікті реакция күтеміз. Ал ол басқаша ойлағанымызға мүлде орайласпайтын қылық жасайды. Саясаткерлер мен басқа да көпшілік алдына шығып жүрген адамдардың сөйлеген сөздеріне қарайықшы. Көбінесе олар өздерін ақыл есі ауысқан пенделер сияқты ұстайды, өтірік айтады, қиялындағы шындыққа балайды, шыдамсыздықпен өкте мінез көрсетеді. Әйтеуір олардың іс-әрекеттеріне парасаттылық жетпей жатады. Бұл да бір белең алған құбылыс. Өмір шындығының өзі ересектерінің қалай ерке бала, өспірім, жеткіншек, максималист, бозбала, тағы басқалар деңгейінде қалып қойғанын, сөйтіп бірнеше жас құралпының ерекше құлықтарын бойына жиып алған мысал ретінде алға тартады. Психология әдетте адам кемелдігінің мынадай деңгейлері: бала, жеткіншек, жасөспірім және ересек кезеңдерін қарастырады. Өмірдің әр сатылық кезеңінде адам өз деңгейінің мәселелерін шешеді. Ал егер олардың бірі шешімін таппаса, келесі жас құралпына өтіп қордаланады, әрқилы олқылықтар түрінен көріне бастайды. Өмірлік проблемаларға ұласып, ересек кез ғұмырдың негізгі кезеңін құрайды. Міне нақ осы тұста әдетте өткен кезеңдердің шешілмеген мәселелері барлық қырынан қораштана көрінеді. Соның салдарынан кереғар қарама қайшы жай ахуал қылаң береді. Адам жас құралпы жағынан ересек жан, ал тұлға ретінде әлі шалапай, бөзекпе пенде болып шығады. Мен енді есейіп, тұлғаның кемелденуі барысында адамда қандай өзгерістер болатын, қайткенде де болуға тиіс. Әйтеуір қараңыздар, мына өмірде дұрысы өз басыңызда өтетін өзгерістермен салыстырыңыздар. Жеке тәжірибе жинақтап, қабілет қарымы артады, мейірімділік пен жанашырлық қыры ашылады. Ой қорытып пікір айту еркіндігі бой көрсетеді. Өзіне нық сенімділік пен барлық мәселенің мәнін жете түсінушілік сипаты пайда болады. Төңірегіндегілердің құлқылары мен еркіндігін мойындап, өзіне және өзгелерге өктемдік жасаудан бойын аулақ салады. Бұл әрине өте қысқа және жалпылама тізім. Бұдан біз оны кеңірек және теңірек қарастырамыз. Әйтсе де, тап осы күйінде де ол өзімізге, өмірімізге мейлінше дәйекті қарауға, тіпті көңіліміз қалса, қаншалықты пісіп жетілмеген кемел адам екенімізді бажайлауға мүмкіндік береді. Одан әрі қарай кемелдік деңгейі әрқилы әдіспен түсіндіріледі. Маған кемелдіктен кейін келетін ғұмыр кезеңін кәрілік, қарттық емес, тіпті Эриксондағыдай кейінгі кемелдік емес, тура екінші кемелдік деп атау ұнайды. Әрі өзімнің дүниетанымда да көп болды. Екінші деген анықтауыш алдағы уақытта үшінші, төртінші кезеңдерді де көру мүмкіндігін алға тартады. Сөйтіп ғұмырдың келтелігі деген түсінік ғайып болады. Екінші кемелдікке 60-65 жастар шамасында көшеді. Егер осы кезеңге шейін адамдар шын мәнінде ересек әрі кемел деңгейге жетіп үлгерсе, ал жұрттың басым бөлігі 60-тан асқан жасты кәрілік деп ұғаяды да кемелдікке келмей жатып, бірден қалжыраған қарттыққа жетіп барады да, бұл дүниемен қоштасып жүре береді. Өмірдің осы сатысында өзінің жаңа мүмкіндіктерін жүзеге асырып, бұған дейін де беймәлім биіктерге жету, шын мәнінде екінші әлдеқайда терең кемелдікке жету мүмкіндігіне қалтқысыз сенетіндердің қатары аздау әлі. Ал ондай өмір жолына қадам басу қиын емес. Тап осы жолға түсіп алып,
аршындап алысқа кеткен адамдар да арамызда жүр. Шынында да мен екінші кемелдіктен кейін үшінші де төртінші де кемелдіктің келетініне, яғни кемелденудің келесі сатылық кезеңдеріне әр адамның шақты жететініне қалтқысыз сенемін. Табиғаттан дарған адамның қабілет-қарымы кемелділіктің жай күйін бірнеше мәрте еңсеріп, өз мүмкіндіктерін іске асырудың бүкіл саны сатыларына шығуына мұрсат береді. Және де мен кемелдік үшін сатысына өткен жекелеген адамдарды жақсы танимын. Ал бұған дейін 83-86 жыл шамасында өтеді. Қоғам ата буын ақсақалдардың қажеттігі мен маңыздылығын жете бағаламайды. Оларды асырын асап, жасарын жасап, өз міндеттерін өтеген басы артық жандарға балайды. Әрі кеткенде оларға анда-санда немерелерін бағып-қағып, алдартқауды ғана тапсырады. Шын мәнінде де зейнет демалысына шығу, орай өмірдің негізгі мәселелерін шешу қамы енді басталады. Бұған дейін де қарбалас тірлік көптеген маңызды міндеттер атқарылып, сөйтсе олар кейін белгілі болмағандай түкке тұрмайтын уақыттың сынығына танымайтын нәрселер екен. 40-50 жасқа дейін тек білім қуып, тәжірибе жинақтаумен уақыт өтеді де, содан кейін ғана ғұмыр бойы жиған тергеніңді кәдеге жарату қамы басталады. Ал мен 40-қа келген қырқылжыңдардың кәрілігінің жақындап қалғанын сарнап отыратын талай естідім. Сонда олар кемелдікке жетіп, егделікке келіп қалғаны ма? Дұрыс айтқанда жоқ, әйтпесе бұлай айтпас еді ғой. Өйткені кейде жасы 60-қа тіпті 80-ге келсе де әлі шикі кісілерді көріп жүрміз ғой. Енді қанекей, психологтар жасақтаған ересек адам сипаттамасына зер салып, өзімізді бағалап көрелік. Ересек адам деңгейіне, яғни кемелдікке қай жаста жететінімізді анықтадық. Жалпы соған жеттік пе екен? Әуелі соны білейік.